Сәлем баршаға. Бүгін сіздерге Тұрғыттың түрмедегі жағдайы және оның дарға асылуы, Махирдің отбасының тұрып жатқан үйлерінің отқа орануы және Махирдің түрмеге түсуі, не үшін түскені туралы айтып беретін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Махир үй жағында жүрген Тұрғыттың адамын ұстап алып, ол қинайды. Ол қорыққаннан барлығын айтып береді. Бізге сенің отбасыңның адамдарын жою туралы бұйрық берген дейді. Басқа адамдарың қайда дегенде, білмеймін, мына жерге бір әйел келді, соның ізінен кетті, мүмкін сендердің отбасыңа апаратын шығар деп. Бұл уақытта Махирдің отбасы тұрып жатқан үй түгелдей отқа оранған еді. Махир мен Ясинкесі үй түгелдей отқа оранған екен. Екеуі есікті бұзып кіріп, ішіндегілерді далаға шығарады. Кішкентай сәбидің іште қалып кеткені естеріне түсіп, Махир баланы құтқару үшін жанып тұрған үйге қайта кіреді. Ол баланы тауып алып, өзінің костюміне орап, сыртқа қарай алып шығады. Махирдің арқасында отбасы мүшелері аман-есен қалады. Тұрғыттың адамдарын ұстап бергеннен кейін Махир өз еркімен полицияға берілуге шешім шығарады. Махир мен Фериде бір-бірімен қимай қоштасады, өйткені енді бостандықта, қашан кездесулері белгісіз еді. Арадан 2 ай өтеді. 2 айдан бері Махир түрмеде сот процесінің шешімін күтіп жатады. Махирмен бірге түрмеде Тұрғыт та 2 айдан бері жатады. Ол өзінің адвокатына бір жағдай жаса, мені бұл жерден алып шық, бұл жерде жатқаныма 2 ай болды деп ұрса жөнеледі. Ал адвокаты болса, менің қолымнан ештеңе келмейді, сіздің жасаған істеріңіз өте көп. Айтқандарын естігісі келмей, Тұрғыт мына жерден шығарудың бір жолын тап деп адвокатына айқайлай бастайды. Ал адвокаты болса, қолдан келер шара жоқ, сіз өлім жазасына кесілген адамсыз дейді. Оны естігісі келмеген Тұрғыт адвокатына, сен қандай адамсың, басыңды жұмыс істет, мына жерден мені шығарудың бір жолын тап. Адвокатын терезенің ар жағынан қалғындырмақшы болады және оған басыңды жұмыс істет деп айқайлайды. Адвокаты болса, өзіңізге басқа адвокат тауып алыңыз деп кетіп қалады. Арқасынан Тұрғыт айқайлап, қайда барасың, бері кел деп айқайлағанымен адвокаты қайтып келмейді. Есі шыққан Тұрғыт айқайлап, орындықтарды арлы-бері лақтырып жындана бастайды. Камерада отырған Тұрғыт бір адаммен сөйлей бастайды. Оған өткен кездерін айтып, бұрынғы күшті кездеріміз-ай, ана тамақты жеген кездеріміз-ай деп айтып отырады. Бірақ одан басқа ешкім болмай шығады. Бір кездері қолында билігі бар, атақ-даңқы бар прокурор Тұрғыт осылай есінен тана бастайды. Камерада шулай бергеннен кейін оған күзетші келіп тыныш отыр дейді. Ал Тұрғыт болса, менімен бұлай сөйлеспе, менің кім екенімді білесің ба, мен прокурормын деп оған сөз қайтарады. Күзетшілер Тұрғыттың ес-түсінен айырылғанын айтады, ал екіншісі болса, ес-түсінен айырылмай қайтсын, оны енді бір айдан кейін асады ғой дейді. Тұрғытты дарға асу үшін оны шомылдырып, шашын алып, сақалын алады. Тұрғыт айнаға қарап, сіз әдемі алады екенсіз, магазиніңіз қай жерде, осы жерден шыққаннан кейін барамын дейді. Ал ана кісі болса, сіз өлім жазасына кесілген адамсыз деп оған таңғала қарасады. Тұрғыт, мен прокурормын, мемлекет менің өлуіме жол бермейді деп күліп қарайды. Сөйтеді де орнынан тұрып, костюмын алып киініп алады. Құқық бар ғой, құқық деп шаштарашыға қарап сөйлейді. Сөйтіп бір кезде мен дайынмын деп күледі. Ақ матаға оранған Тұрғыт өзінің дарға асылатын ағашқа қарай келе жатады. Ол оны көріп күледі. Аспан қандай ашық еді деп жан-жағындағы адамдарға қарайды. Тұрғыттың өлуіне доктор және мешіттегі имам, адвокат Ердал аға келген еді. Ол бәріне мен сіздерді сағынатын боламын деп дарға асатын ағашқа қарай жақындай береді. Өз мансабын асыра сілтеп пайдаланғаны үшін, қару-жарақ тасымалдаумен айналысқаны үшін және көптеген адамдардың өліміне себепкер болған тұрғын ақын осылай дарға асылады.